Жалпы өзім туралы айтсам, 1992 жылы Шығыс Қазақстан облысы Самар ауданында Көкжыра ауылында дүниеге келгем. 2001 жылдары осы Өскемен қаласында Кулиновка кентіне көшіп келдік. Сол кезден бері осы Кулиновкада тұрып жатырмыз. Бізде арматурный завод бар, сонда 3 жылдай слесарь болдым. Кейін сол жұмысты доғарып, осы өрт сөндіру қызметіне кірдім жұмысқа. Өрт сөндіру қызметінен 2016-2018 жылдар жұмыс істедім. Сол күні қыркүйектің 8-нен 9-ы күн болған болатын. Маған түнгі сағат 2-де бір жерге бару керек болатын. Сондықтан сағат 1:30-да адресіме такси шақырып, такси келдім деп звондайды. Соны далаға шықсам, такси жоқ екен. Ойымда түк жоқ, түн болатын, қараңғы. Көршілерімізді бір түтін шығып жатты. Бір қарадым да, одан мән берген жоқпын. Бір шөптерін, бір нәрселерін жағып жатыр ма деп. Тағы біразды жүріп жақындасам, уже жап-жарық көршілерінің үйіне пристройкалар жанып жатыр екен. Кірейін десем, үйдің пристройкасы жанып жатты да, содан кіре алмадым. Сосын ең бірінші көзіме түскен терезе болды. Терезеге жүгіріп барып, қатты тоқылдатып терезені. Ар жақтан дауыс келді. Сол кезде өртке қарап қалып едім. Өрт қатты жанып жатқаннан кейін телефонымды алып 101 нөміріне звондап, өрт сөндіру қызметін шақыра қойдым. Сосын тағы терезені тоқылдатсам, ар жақтан сол терезенің бойынан шыға алмайтын болдым да, подоконниктары биік болды да, шыға алмадым. Осы үйдің ар жағына барып көрейінші деп, ол жақтан кіре алатын шығармын деп ойлағаным едім. Ар жағына жүгіріп барып едім, уже ар жағында бір үлкен терезе ашылып жатты. Ашылып жатқан кезде ар жақ терезеден үйдің ұлдары Ваня деген шығып келе жатты. Ваняға айттым, Ваня, стой дедім. Ваня сол терезеден шығып келе жатты. Маған қарап қалды. Где дети? Детей давай сюда, детей давай дедім. Сол моментте Ваня балаларды маған берді қолыма. Балаларды алып жатқан кезде үйдегі кісілерге айттым, пожарныйлар келіп жатыр деп, уайымдамаңыздар деп айғайлап соларға жеткіздім. Балаларды алып үйге апарып жатқызып шыққанша болған жоқ. Ар жақтан пожарныйлар да келіп жатты. Пожарный машина келіп, сол үйді аман есен сөндіріп үлгердік. Мен ойымша бұл батылдық деп ойламаймын. Бұл әр адамның парызы деп ойлаймын. Большое спасибо тебе. Сол жерге такси бүйтіп қателесіп, адрестен қателесіп кеткені, соның бәрі осы бір Алланың сынағы, көзі деп ойлаймын енді. Сол бір Алла мүмкін маған сөйтіп жазып тұрған шығар. Сол моментте, сол уақытта, сол жерде болып қалғаныма. Қайтып есіктің алдына шыққанда көз алдымызда тұрған бүкіл екі семьясымен бірақ кетіп қалса, өмір бойы бізге де өкінішті ғой. Балама өте қуанам осы іске барғанына. Енді басында мен оны білмедім. Бұл бала сол күні үйде жалғыз болған. Мен ауруханада емделіп жатқанмын. Артынан қарасам, уже сондай қорқынышты, қалай кірді деп ойлаймын. Бұл енді бұның ерлігі емес, өзінің азаматтық, адамгершілік борышы. Осы октябрь кезінде іскер әйелдер ұйымы Өскемендегі караванда браты деген конкурс болып жатыр. Ол бірінші президент қорынан сені жіберейік пе, көрейік пе, жіберіп, мүмкін болады, мүмкін болмайды деді. Сосын жарайды, жіберсеңіз жіберіп көріңіз деп, осы 2020 жылдың январының ортасында ғой деп маған айтты. Конкурсқа қатысатын болдым деп звондап шақырып, сосын февраль кезінде сол конкурс болды. Комиссияның қарауы бойынша маған осы алтын жүлдені берді. Болашақта арманым сол осы семья құрып, әке-шешемді қуантырып, немере сүйгізіп, қайтадан осы өрт сөндіру бөліміне кірмекшімін. Оқуға түссем деген пландарым бар. Өрт сөндіру бөлімінің Көкшетауда институты бар, сонда оқуға түссем деген пландарым бар. Қайда жүрсе де дені сау болып, осындай адамгершілік қасиетін өмірден жоғалтпасын. Қандай жағдай болса дағы
адамға басына іс түскенде осындай көмегіңді аяма деп отырамын. Өзіміз қарапайым жұмысшы адамдарымыз. Осы 3 баламды өсіріп, тәрбиелеп, үй қылып, келін түсіріп, қара шаңырақ болсақ деген армандамыз әкесі екеуміз.